Ош облусунун ардактуу тургундары, урматтуу мекендештер, өткөн жылы Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өлкө аймагында 100 ири өнөр жай ишканасын ачууну мерчемдеп, аларды ишке киргизгенибизди жакшы билесиздер. Жыл сайын жумуш орундарын түзө турган, өлкө экономикасына өз салымын кошо турган өнөр жай ишканаларын куруу аракетибиз быйыл дагы жигердүү уланууда. Мына ушул иш-чараларыбыздын алкагында бүгүн биз дагы бир жакшы саамалыкка кирпич жана байытылган көмүр чыгаруучу Ош таза көмүр жаңы заводунун ишке киришине күбө болуп отурабыз. Өлкөнү өнүктүрүүдө орчундуу роль ойной турган өнөр жай ишканаларынын ачылышы албетте кубаттоого аларлык көрүнүш. Аймактарда мындай ишканалардын ачылышы жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен туруктуу өнүгүүгө багыт алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк экенин баса белгилеп айта кетейин. 9 миллиондон ашык АКШ долларына ишке ашырылган бул инвестициялык долбоор аймактын өнөр жайына гана чоң салым болбостон, өлкө экономикасы үчүн дагы маанилүү кадам болуп саналат. Биринчиден, ишканада Кара Суу районунун калкы үчүн 250 жумушчу орун түзүлдү. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн туруктуу киреше, социалдык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы чыңдоо деген сөз. Экинчиден, азыркы күндөгү жогорку сапаттагы курулуш материалдарына суроо талап тынымсыз өсүп, турак жайлар активдүү курулуп жаткан маалда өзгөчө мамлекеттик инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып жаткан чакта жылына 50 миллион кирпич чыгарууну пландап жаткан бул ишкана өлкө аймактарынын курулуш индустриясы үчүн жаңы мүмкүнчүлүк экени талашсыз. Ошондой эле жылына 600 000 тонна жогорку сапаттагы көмүр продукциясы өндүрүлүп, көмүр өнөр жайын алдыга жылдыруу аркылуу ички жана тышкы рыноктун муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Үчүнчүдөн, инвестиция тартууда, анын ичинде жеке фонддордон жана банктардан инвестиция тартууда бизнес жаатындагылардын мамлекеттен экономикалык саясатына болгон ишенимин арттырат. Башка инвесторлор үчүн Кыргызстан жаңы өндүрүштөргө ачык экенин, өлкөдө бизнес үчүн ири долбоорлорду ишке ашырууга жагымдуу шарттар бар экенин көрсөтүп турат. Эң башкысы, аймактарда өнөр жайды өнүктүрүү стратегиялык артыкчылык болуп саналат. Мындай долбоорлор экономиканын туруктуулугун чыңдоого, курулуш материалдарын импорттоодо көз карандылыкты азайтууга жана өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бул заводдун ишке киришин инвесторлордун, жергиликтүү бийликтин жана өлкөбүздүн келечегине ишенген атуулдардын биргелешкен аракетинин натыйжасы деп баса белгилеп айта кетели. Алдыдагы чоң максаттар коюлуп, район аймагына жаңы заводдордун курулушу өлкөбүздүн алдыга сүрөй турган өндүрүш тармагын өнүктүрүү үчүн башка бизнесмендерди дагы шыктандырып, жаңы идеялардын жаралышына, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышына мыкты мисал болуп калат деп ойлоймун. Заводдун ачылышына салым кошкон бардык тараптарга, инвесторлорго, курулушчуларга жана кызматкерлерге ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу ишкана жетекчилери, акыл оошот, ырыс чугушат дегендей, силердин мындай аракетиңер башка райондорго да үлгү болуп, бир катар ийгиликтүү ишканалардын ачылышына себепкер болот деп мен бекерим ишенемин. Заводдун иши ийгиликтүү болсун, бүгүнкү күндөгү атагандаштыкка жөндөмдүү, технологиялык жактан өнүккөн ишкана болсун, мээнет төккөндөрдүн колу мындан ары да берекеге, ийгиликке мол болсун. Баарыңыздарга ыраазычылык көңүл бурганыңыздар. Рахмат, Садыр Нуркожоевич, лента кесүү аземин өтүп бериңиз. Kesip adamda temsilcilik gördük. Kırgızistan'da değil, burası çok Bizim Peter'de 3 sulaydı. Oturak, canayıklar tazalanıp çıkarak. Tütündü tazalanıp, gaz verip durma, havaga işte geçiyor. Bu siyahlı çıkarttılar, sonra bu siyahlı çıkarttılar. bayıt uçta var. Kışta var. Hazır biz barattan
Өзü aylanıcı meş. Bu meş 3 bölükten тұрады. Birinci bölüгі қышты, тізілген чийке қышты қатып, екінші бөлігі пішіріп, үшінші бөлігі аяқ жағы. Уже мұздатып, аяқ шығарып қойды, шығып жатқандар. бұл жер уже шыққандай қыштарымыз печка іштеп тұрады. Уже шыққаннан кейін мұздап өте шығады. Кейінгі этапқа өтсек, біз сізге автомат піштірілген заводымыздың 2-3 аяқ шыққан кирпич. Бұл роботтың жардамымен автоунааларга азыр ошону күтүп атканын көрөбүз. Биринчи подача чоң лентага берип, чоң лентадан аппарат азыр нагы тизет. Тиз берет. Аппарат. Aylanıp üstünden gidiyorum. Birbirine baylanmıştı. Doy. Birin mınday kapatana aylanıp yumuş getiriyor. Tınımsız getiriyor. Yerine versengizler sözsüz. Bum başlandı. Aldıda gelecek kadar 10 yıl tınımsız ne olur? Kuruluş olur. Hazır bizden uşun Fotoğraf koymasın. Jettiler, foto veriyoruz. İyiliklerge jettiler. Bişkek tarafta da, Çuy tarafta da biliyoruz aldılar. Ayaklarda gerek olacak. Bunu koyda var eke, bundayı da var eke. 3 шығарып мынау 4-5 деп бұл жақта 17 很边，是那种高手的戒酒，把那个分量或者制作能力都达到国际要求。 биік ғимараттарымыз құла тұрған көйче ұшу просто қалғандардың барлығы өзінің талабын алайық. Жақсы. Assalamu alaikum, tағы бір жолы. Жақсы тұрасыздар ма? Жақсы. Сіздер ма? Құнт болсаңыздар болады. Рахмат сізге, сізге рахмат тәшвиқ бердіге. Ел үшін алдан қызмат қылғыла, ел үшін ақ издерді қалтырғыла тарихта. Чоң рахмат. Қолдан келішінше әрекет қылып отырмыз. Тыныштық болса, стабилдүүлік болса, ана бар болады. Екі сазы қойған сайлар сізді. Біз сазымызды жақсылап іштейінше көреміз. Жалғатты сені. Рахмат. 30 жылдан болған десені қылдық қойдық. Рахмат сіздерге. Өте чоң. Өте чоң. Дағы жасалады бұйырса. 2030 жылға чейін құда қаласам. Бардық ауылғачылық жақсы мемлекеттерден болып қалады деген ойларым бар. Құдай бұйырса. ипотекалар құрылып жатады, жолдар құрылып жатады, аямай соның жұмыстар болып жатады. Жақсы, чоң рахмат. Ішіңерге әрдайым игілік, денсаулықта болыңыздар. Рахмат айтқаныңыз. Сәден ұлым, өмірің ұзын болсын, қуаның барат болсын, пенсияның ұлық болсын. Әрдайым гүлоңда болсын. Мұнан бияқадағы шоғын іштеп жасап, елге қызмат қылып, өмірің ұзын болсын, ықваның бәләнт болып, әрдайым жолың шидір болып, жолдашың қыдыр болып, аман есен көптің көмі қатарында бара шақамын, тен жаман ойнап күлдірер. Мұнан бияқадағы Алла Тағала бұйырса сені шайларыз ұлым. 10 жыл, 15 жыл президент болып бересің. Омен өмірің ұзын болсын, ықваның бәләнт. Рахмат айтқаныңыз. Ұлымдан 90-ға шықтым. Менің атама оп ұқсаш екенсіз. Атам да тағы өзінде келеді.